ағылшын тілі пәні мұғалімі, педагог, сарапшы Мамытова Айнұр Дарханбековна өзінің оқушылардың жазу сауаттылығын дамыту мақсатында Right Progress to Essay тақырыбындағы бағдарламасымен бөліспекші. Назар аударып тыңдасақ. Айнұр апай, сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен сіздермен оқушылардың жазу сауаттылығын дамыту мақсатында Right Paragraph to Essay тақырыбында бағдарламамен бөліскім келіп отыр. Бағдарламаның жалпы сипаты жазылым дағдысын меңгеру оқушылардың өмірлік қажеттіліктерінде коммуникативтік әрекеттер түрінде айтылым, жазылым, сауатты қолдану дағдыларын қалыптастырады. Тіл бірліктерін және олардың табиғатын танып біледі. Сонымен қатар тіл бірліктерінің қарым-қатынас құралы, ойды білдіру, таным құралы, ақпаратты сақтау құралы болу қасиеттерін танып білуге ұмтыла отырып, соған лайықты машықтар мен дағдыларды қалыптастырады. Бағдарламаның мақсаты жазылым стратегияларының ерекшелігіне, түрлеріне тоқтала отырып, оқушы үшін мүмкіндігін анықтау, тақырыбы мен идеясын ашу, әртүрлі мәтіндерге байланысты жазылым түрлерін қолдану, жазылымның негізгі тұжырымдарын түсіну, жазу, жазылым дағдыларын дамыта отырып, өз ойын еркін жеткізе алуға баулу, немесе пікірін еркін жеткізуге жағдай жасау, қажет болған жағдайда тығырықтан шығу жолдарын қарастыруға үйрету, жазылым дағдыларының ерекшеліктерін, тәсілдерін анықтау және өмірмен байланысын қарастыру. Бағдарламаның өзектілігі. Бағдарламаның міндеттері: оқушылардың көшбасшылық қабілетін қалыптастыру, жазылым дағдысын, тілдесім әрекетін арттыру, жеке, топтық, жұптық оқу зерттеу қызметі саласындағы зерттеулерге тән әдістерді қолдану, тапсырмаларды орындау нәтижесіне қарай бағалау, теориялық білімдерін, жазу стратегияларын пайдалана отырып бекіту, саралау, топта, жұпта жұмыс істеу және тұжырым жасау, жазылым материалын терең түсіну, тәжірибеде қолдану және оқыту нәтижелеріне көз жеткізу, тақырыптыққа қатысты зерттеулер жүргізу арқылы жазылымды дағдыландыру, топтық жобалар, жазба жұмыстар және тағы басқа жүргізу арқылы оқушының жеке танымын дамыту, оқушылардың бойына көшбасшылық, әділдік пен шыншылдық, сыни ойлау дағдыларын сіңіру. Бағдарламаның өзектілігі: жаһанданумен байланысты өзгерістердің бірі кейінгі буынның эссе жазуға деген қызығушылығының төмендеуі, тіпті болмауы. Бұл ойланатын мәселе, оны өзгертуге әр мұғалім атсалысуымыз керек. Ол үшін оқушының жазылым дағдыларын жақсартуды қолға алу маңызды деп ойлаймын. Оқушылардың шығармашылық жұмыс жасауға және сыни тұрғысынан ойлауға дағдыландыра отырып, оқушылар өз түсініктерін дамытады. Жазу арқылы танымдық дағдыларын арттырып, эссені сауатты жазуына жол ашады. Бағдарламадан күтілетін нәтиже: оқушылардың тіл меңгеруде сауатты жаза білуі, сөйлей алуы және аудара білуі үйренумен қатар сөз тіркестерін әдемі, әсерлі құруға қалыптасады, танымдық белсенділігін арттырады. Тақырыппен жұмыс жасай отырып, оқушылар негізгі тірек сөздердің мағынасын біледі. Оқушылар тақырып бойынша қойылған сұрақтарды түсіне алады. Тақырып бойынша оқушылар өз ойларын еркін білдіре алады және бағалау жүргізеді. Көру, есту, байқау, іздеу, есте сақтау арқылы логикалық ойын дамыта алады. Өз пікірін айту, талдау және оны дәлелдеу арқылы ауызекі тілін дамытып, дұрыс сөйлеу мәдениетін қалыптастырады. Назарларыңызға рахмет. Рахмет, Айнұр апай. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Енді бүгінгі вебинарымызды аяқтап